Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді болып шығатын, көп ингредиенттер қажет етпейтін, құрамы таза печеньелерді сіздермен бірге жасайтын боламыз. Бір қамырдан бізде 47 штук печенье шықты. Ал ендеше бірге жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі жұмсақ 100 грамм сары май. Осы сары майдың үстіне 170 грамм шекерімізді қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, бұл жерде печеньенің сары майы және де жұмыртқасы бөлме температурасында болуы керек. Сары майымызбен және де шекерімізді жақсылап тұрып араластырып болған соң, ендігі кезекте 2 жұмыртқаны қосамыз. Осы жұмыртқамызды қосып, тағы да венчиктің көмегімен бірлескенше араластырамыз. Достар, осы печеньенің толық құрамы видеоның астындағы описанияға жазылып тұрады. Сол жерден көрсеңіздер болады. Жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте ұнның кезегі. Мен ұнды 2 бөлікке бөліп барып қосамын. Бұл жерде ұнымыздың бірінші бөлігін міндетті түрде електен өткізіп болған соң, қопсытқыштың кезегі. Осы печеньенің қамырына мен 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қостым. Қопсытқышымызды қосып болған соң, ары қарай венчиктің көмегімен араластырамыз. Достар, осы печеньенің қамырына ұнды електен өткізіңіздер, себебі ұнның арасында қоқыстар болуы мүмкін. Сол үшін де електен өткізіп барып қосыңыздар. Ұнымыздың бірінші жартысын қосып болған соң, бізде осындай орташа қоюлықтағы қамыр шығады. Сосын ұнымыздың қалған жартысында електен өткізіп қосамыз. Осы печеньенің қамырына мен барлығы 350 грамм ұн қостым. Сіздер ұнды өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар, себебі әр үйдің ұны әртүрлі болады. Менде осы жұмсақ қамыр, қолға жабыспайтын қамыр шығу үшін 350 грамм ұн кетті. Осындай екінші ұнымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бірінші осылай венчиктің көмегімен араластырып алған соң, бізде осындай қоюлау келген қамыр шығады. Ары қарай қолдың көмегімен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды қосып болған соң, жақсылап тұрып илеп, бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ, эластичный қамыр жасаймыз. Қараңыздар, осындай қамырларыңыз жұмсақ болуы қажет. Енді осы қамырымызды жайып бастаймыз. Қамыр жаятын үстелімізге кішкене ұнымызды себеміз. Сосын осы ұнымызды қамырымыздың екі бетіне аунатып алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Бұл жерде қамырларымыздың қалыңдығын кішкене 4-5 мм қылып қалың қылып жая беріңіздер, себебі печеньелеріңіз кішкене көтеріліп әдем болып піскенін қаласаңыз, солай жайыңыздар. Сосын менде осындай жұлдыз тәріздес печенье кесетін форма бар. Осы формамызды алып, қамырымыздың үстінен осылай кесіп шығамыз. Үйіңізде дәл бұндай форма жоқ болса, басқа қандай печенье кесетін форма бар, сонымен қолдана берсеңіздер болады. Тіпті стаканның бас жағы, домалақ жағы бар емес пе? Сол стаканның домалақ жағымен де осылай печеньелеріңізді кесіп шықсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Айтпақшы достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыз. Осылай печеньемізді кесіп болған соң, печеньеміздің артық қамырларын аламыз. Бұл қамырларды тастап жібермейміз. Бұл қамырларды алып, жинап қайтадан жаятын боламыз. Пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне қамырларымызды қатарынан қойып шығамыз. Достар, менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын, өте дәмді болып шығатын печенье, пирог, тәттілердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа да видеоларымды көріп, комментария жазып, мені қолдап жіберсеңіздер. Достар, егер печеньелеріңіз өте дәмді болып шыққанын қаласаңыз, онда сары майды және де жұмыртқаны алдын ала тоңазытқыштан шығарып, бөлме температурасына қойып қойыңыздар. Сонда печеньелеріңіз өте дәмді болып шығады. Мінекей, осы жерде печеньені қызып тұрған пеште 180 градуста 12 мен 15 минут аралығында пісіреміз. Бұл жерде біздің печеньеміздің асты қызарып, үсті де кішкене қызарып піседі, қараңыздар. Және де достар, әр үйдің пеші әр түрлі піседі. Сол үшін өздеріңіздің пештеріңізге қарап тұрыңыздар. Мына жерде печеньеміздің екінші партиясында пісіріп жатырмын. Осылай печеньелерімізді қатарынан қойып шығамыз.
Печеньелерімізді пісіріп болған соң 5-10 минут суытып, сосын дәм татып көре берсеңіздер болады. Біздің печеньеміздің үсті кішкене қызарады, және де асты да қызарып пісу қажет. Менде осы бір қамырдан барлығы 47 штук печенье шықты. Осындай көп печеньелер шығады. Осы печеньелеріңізді балаларыңызға жасап беріңіздер. Балаларыңызға ұнайтынына күмәнім жоқ. Және де достар, осы печеньені жасап, міндетті түрде шаймен бірге ұсыныңыздар. Себебі шаймен бірге өте жақсы үйлеседі. Біздің печеньеміздің ортасы пісіп, осылай көтеріліп әдемі болып шыққан. Достар, сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.